Осы уақытқа дейін болған тасқын суды қоя тұрып, алдағы күндері Қазақстанның өңірлеріндегі су тасқыны күшейе түспек. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко Астанада журналистерді жинап түсініктеме берді. Оның сөзінше еліміздің бірқатар облыстарындағы және Астана қаласының маңындағы елді мекендерді су басу мүмкін. Баспасөз мәслихатында министрдің орынбасары көктемгі қар еру бастағалы бері Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарының аумақтарындағы 511 үйді су басқанын жеткізді. Оның сөзінше тасқын 17,3 шақырым автожолды шайып, 5 көпірді қиратып кеткен. Сонымен қатар министрдің орынбасары 12 сәуірден бастап су басу қаупі кей аймақтарда күшейіп отырғанын айтты. Атап айтсақ, Қарағанды облысының өзіндегі 5 ауылды тұтастай су шайып кетуі ықтимал. Нұра өзеніне жақын Ақмола облысының бірқатар елді мекендері мен Астана қаласының маңындағы елді мекендерге де су кіру қаупі бар. Мы сейчас прогнозируем. Әлі де біршама аумақтарды су басады деп қауіптенеміз. Солтүстік Қазақстанда Петропавлдан алыс емес елді мекендердегі азаматтардың басқа аумақтармен қатынаса алуы үшін қазір жаяу жолдар мен көпірлерді көтеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қарағанды облысындағы жолды да қалпына келтіруге тырысамыз.